асымызға 300 мг сүт, 1 чайный ложка тұз, 2 столовый ложка сұйық май, 500 грамм ұн салып, қамыр илеп аламыз. Ұнымызды 2 бөліп салдық. Дайын болған қамырымды 20 минутқа холодильникқа салып қоямыз. Енді начинка дайындаймын. Мен шпинатпен жасап жатырмын. Шпинатымызды майдалап турап, бір қуырылған пиязды салып жібереміз. Пиязымызды майдалап турап, қуырып аламыз. Қара бұрыш және тұз саламыз. 1 жұмыртқа, 2 столовый ложка сары май саламыз. Барлығын бір келкі етіп араластырып аламыз. Сары майымызды үй температурасында қойып қойсақ, тез араласатын болады, тез еріп кететін болады. Енді қамырымызды 2 суалаға бөліп, суалап қоямыз. 5 минут тұрады. Енді тұрған суаламыздың иі қанғаннан кейін оны үлкен етіп жайып аламыз. Жайылған ұнымызды кішкене ұн селелеп, осылай орап, манты кескендей қылып, ленталарға бөліп кесіп аламыз. Размерін өздеріңіздің қалауларыңызша кессеңіз болады. Мен орташа размерде кестім. Бұл жерде мантыден кішілеу, пельменнен үлкендеу болды менің размерлерім. Енді әрбір лентамызды жеке-жеке кесеміз. Ол үшін осылай бір шетін бүктеп аламыз. Өзімізге керекті размерді. И осылай кесеміз. Оны ашпаймыз, екіге бүктейміз. Бір лентамызды осылай кесіп аламыз. Барлық қамырымызды осылай жеке-жеке кесіп аламыз. Енді дайын кесілген қамырларымыздың ортасын ашып, начинкамызды салып, шетін жабыстырып шығамыз. Тез жабысып қалатын болады, ешқандай вилканы қажет етпейді. Начинкасын өздеріңіз қалауларыңызша да жасасаңыздар болады. Шпинатпен брынза қоссаңыздар болады, картошкамен, пиязбен жасасаңыздар да болады. Енді өзіңіздің қалауларыңызбен. Мен көктем айы болғандықтан зелен өте пайдалы деп, осындай зеленмен жасадым. Енді қызып тұрған майымызға біреу-біреуден салып, салғаннан кейін сразу бір-біріне асты жабысып қалмау үшін осылай ажатып, сразу аудар жібереміз. Піспесе де аудар жібересіздер, себебі ол әдемі болып шығады. Ісіп әдемі болып шығады, чтоб бір келкі болып сосын пісіп шығады. Қамыры өте хрустящий болып шығады. Жасап көріңіздер.
менің парақшама тіркеліп кетіңіздер. Әртүрлі соустармен пайдалансаңыздар болады, өте дәмді болады. Мен әжегамен бердім, ас болсын.